Тіл ұлтаралық қатынас құралы. Шымкентте дәл осындай тақырыпта республикалық конференция өтуде. Бұл маңызды шара еліміздің тіл саясатын нығайту және ұлтаралық қатынас мәселелерін талқылау мақсатында ұйымдастырылды. Конференцияға еліміздің әр өңірінен тіл мамандары, сарапшылар және студенттер мен мектеп оқытушылары қатысты. Бұл конференциямыз тіл ұлтаралық қатынас құралы деп аталады. Бұл әрине Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы жүзеге асыру аясында өтіп жатыр. Ол тұжырымдамада біздің қазақ тілімізді тіл саясатын дамытудың жүйелі бірқатар тапсырмалары болған. Сол тапсырмалардың бір тармағы осы тіл ұлтаралық қатынас құралы. Конференция барысында түрлі этнос өкілдерінің тілдерді меңгеру деңгейі, олардың мәдениетаралық қарым-қатынас жасаудағы рөлі туралы кеңінен сөз болды. Сонымен қатар мемлекеттік тілдің қоғамдағы орнын күшейту, көптілдік дамыту мәселелері де қозғалды. Осыдан 100 жыл бұрын Сәкен Сейфуллин кеңсе тілі қазақ тілі болмай іс оңбайды деген. Сондықтан кез келген кеңседе, кез келген халыққа қызмет көрсету орындарында, ол шаштараз болама, дәріхана болама, емхана болама, сапаржай болама, әуежай болама, кез келген жерде бір-бірімізбен қазақша сөйлесейік, қазақша ой бөлісейік.